Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Міне Қасқырбаев Мұхит Әлімбайұлы әкемнің мазараты. Бұл мазарат Шымкент қаласындағы Қатын көпірі мен Самалдың ортасындағы үлкен мазарат. Осы жерде әкемнің ата-анасы және бауырлары жерленген. Өзінің сұрауы бойынша, тірі кезінде өсиеті бойынша осы жерге осыдан тура бір жыл бұрын 29 қараша күні жерлеген болатынбыз. Қабіріне өзім қойғам. Сосын мынандай тақтайша, көктастың орнына тақтайша белгі жаздырғам. Ешкім мәңгілік емес деген жазу тұр. Бұны оқыған адамға бұл жерде бір ғибрат бар. Егер сіздерде ағайын туысқандарыңыз біреуіңіз қайтыс болып жатса, енді Құдай жасасын, бірақ бәрібір өмір бар жерде өлім бар ғой. Осындай тақтайша қойыңыздар, өйткені көктас бастырады, ауырлық қылады. Сол үшін осыны тақтайша қойғандарыңыз абзал болады. Қазір Құдай қаласа бүгін қайтыс болған күннің орайына келіп, Құран оқып қайтамын, және де шарбағын қоқыстардан тазалап сүртіп кетуге келдім. Иншалла әкемнің жатқан жері жайлы болсын. Аллах өз рахметін алсын жаным.